достар, қазір шығарып салдық дала деген енді ойбай Антарктида болды ғой. Бет деген тырысып қазір мені жібіп жатыр ше. Мына жерім ғана істеп тұрды, мына жағым деген кәдімгі қатық қалған ғой. Мына бүйтсем жан жоқ қой, жан. Аяғымның башпайлары деген бүді жаны жоқ, короче ше. Мұрнымыздан суымыз ағып, десек мұрнымыздың ішіндегі жүндеріміз жабысып қатып қалды ғой. Мынау банканың ішіндегі помидор қызақ. И ойласам Ужас. Енді ужас. Мен сөйлеймін одай өлтір, айдана сөйлеймін. Просто екеуіңіз Мынаны кім шақырған? Мынаны кім шақырған? үшін жол байлан. мені дейді. Мынаны кім шақырған? Жол. Білмеймін. В общем, не деймін, Айбек Эдуарда, ассалаумағалейкум аға, тәте. Мен сіздер жақсы білемін. Бүйтіп қатты көрмейді. Бір күн бір шайға Кім шақырды? Айбек Эдуарда. Үш мауқымы болып кеткен кісілерге умраға екеуі де жолдама. Айбек пен Эдуардаға Турция еліне жолдама. Үш қаласына. Қарағанның бәрі бір қарағыш шарттан бұрылып. Олай моментально өзгереді. Айбек өзіңіз көңіл-күй, настроение, оның шыңсың бауырлар. Әйеліме қосылам. Міне нағыз еркек. Пожалуйста, наши молодцы. Я отырсаңыздар болады, сіздерді пока что әурейлемей қояйық. Давайте енді бұлай. Достар, қараңыздаршы. Таңғы сағат 5:30. 200 метр жаяу жүрем деп қарсаңыздар, қатып қаласың ғой. 13 градус суық. Мә, бұндай жағдайда далада жүрген жандардың состояниесі қандай білмеймін. Бір адамға шекемді бүйтсем тырысып тұр. Шүкір, мәссаған.